Бала 18 жасқа толғаннан кейін сақтандырылған мәртебесі сақтала ма? Әдетте ата-аналарды 18 жасқа толған балалары әрі қарайда мәмс аясында медициналық көмек алуын жалғастыра ма деген сауал толғандырады. Әлеуметтік жағынан осал санаттағы азаматтар үшін жарналарды мемлекет төлейді. Бұл 12 миллионнан астам адам. Арасында балалар, күндізгі бөлім студенттері, зейнеткерлер, мүгедектігі бар адамдар, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, 3 жасқа дейінгі балаға күтім жасайтын ата-аналар, әйек алушылар және тағы басқалар. Егер бала 18 жасқа толған болса, бірақ мектеп бітірмеген немесе күндізгі бөлімге оқуға түскен жағдайда мәртебесі жеңілдік санатында сақталады. Егер баланың мүгедектігі бар болса, мемлекет жас ерекшелігіне қарамай жарна төлеуді жалғастыра береді. Бала кәмелет жасына толса, бірақ жұмыс істемесе, ол ресми жұмыссыз ретінде тіркеле алады. Мұндай жағдайда жарнаны ол үшін жергілікті атқарушы органдар төлейді. Жұмысқа ресми орналасқанда немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жағдайда сақтандырылған мәртебесін алу үшін жарна төлеу қажет. Өз мәртебеңізге уақытылы көңіл бөліңіз.